кеш жүрдің ба? Бас. Күндегі мамасы айқай шығарып, екінші күні дұрыстатып. Қайырлы күн құрметті аудан тұрғындары, аудан жастары. Бүгін біз Қадам бизнес жобасы аясында ауданымыздың жас кәсіпкері Жұмаситов Ернұр Қайырлыұлымен бір күндік жұмысымен танысуға келдік. Кеттік, бізбен бірге болыңыздар. Ассалаумағалейкум. Алейкум ассалам. Қалайсың? Жақсы. Енді бүгін Қадам бизнес жобасы аясында біздер енді жастар ресурсы орталығы өзіңнің бір күндік жұмысыңмен танысуға келдік. Қош келдіңдер. Осы кішігірім кәсібім, былайша айтқанда кәсіп емес, хобби деуге де болады. Осының бір от души, жан рахатым ғой. Осында келесің, братау үшін өзің де шашымыз көткен сияқты ғой. Шашымды жіберейік, жайлап. Менің шашымды қиып отырып әңгіме соғамыз ба? Жақсы, сөйтейік онда. Ернұр, енді жайлап сұхбатымызды жалғастыра берейік. Жалпы енді сен кәсіптен бөлек жалпы енді аудан жастарының ішінде белсенді жастарымыздың бірісің ғой. Спорт жағынан да, кәсіп жағынан да. Жалпы шаштаразға қай уақыттан бастап өзің қызығушылығың артты? Мен жалпы шашты бала кезден қиямын ғой. Өзімнің шашымды қиып бастадым. Өзіңнің шашың? Школа кезінде 3-ші класс, 4-ші класс деген. Содан шаш қиюды 2013-те февральда бастадым. Әдет біледі ғой. Алмас деген дос баланың шашын қиып бастадым бірінші рет. Өзіме күш шықтым, но бірақ бүдіртпей қалмын сөйтсем. Үйдегі мамасы айқай шығарып, екінші күні дұрыстатып үшін. Сөйтіп бастап кеттік қой. Содан кейін дос балалардың шашын қидық. Ол кезде Арман деген 500 теңгеден қиятын да Қызылмоншада. Арман брат. Мен өзім 200 теңгеден қиып жүрдім. Үйлеріне барып қиясың ғой. Өзің барасың? Өзім барасың ғой. Шақырады. Айсың ғой. Күнге 1000-жарым тапсаң, қуанып қайтасың. Буфетке ақша тапып қой. Сөйтіп школға бітірдік. Студент болып сразу екінші семестрдан бастап жұмысқа кіріп алдым. Мен бірақ вообще бір оқыған жоқпын дамда. Самоучкамын. Ешқайда жерде оқыған жоқпын. Біреулердің арнайы мастерлары бар ғой. Өзінің ұстаздары бар деген сияқты. Менде жоқ ондай. Мен ютубқа тойып алғанмын, аннан қарағанмын, үшін сондай. Сөйтіп анда жұмысқа кірдім. Жұмысқа ең бірінші 2016-нын мартынан бастап жұмысқа кірдім ба. Содан бастап жұмыс істеп кеттік қой үшін. Общем, 2016-нын наурыз айынан ғой, марттан бастап бірінші жұмысқа кірдім Алматыда. Beauty салон деген. Сол жерден 6 ай істедім. 6 ай істедім де, ол кезде енді студентсің, семестр бар, бітеді, ауылға кетіп қаласың. Ауылда Оралды жалғастырдық. Қалада жұмыс істедік. Содан қайтып екінші курсқа барғанда Азия Beauty деген бар, Алматыда. Соған кірдім, сондан бастап кішкене пысықтап басталдық қой біздер. Ол жерде себебі кішкене клиентский база көп енді. Ол кезде Алматыда шашты қаншадан алып жүрдіңдер? Мен бастап кірген жұмысым 1800-ден болды. Бірақ ол кезде ақшаның құны бар ғой дейсің? Ол кезде бар 2016-дағы. Күнге деген 4000 тауып кетсең, 5000 тауып кетсең қуанасың ғой ол кезде. Шынында. Студентсің ғой енді. Соған Азия Beauty-да 2000 болды, соған кірдім, сонда клиент көп болды. Бірақ банағыдай базардың ортасы ғана кішкене. Неше түрлі адам келе береді, шашқа көп мән бермейді. Патырлата бересің, уақыт жоқ. Сол жерде көп кісінің шашын қиғасын ба, кішкене қол дейтін жаттық болды ғой. Соның дәл көршісі Газиза деген салон болды. Анау Алматыда дүркіреп тұрған сет қойындай, сет салон красота қойындай. Жатып тұрған салондар. Ол кезде барбершопқа көп интерес жоқ қойындай, барбер болуға. Соған кіру, білмеймін, бір настрой болды, ананың ішіне кіру. Себебі анда кірсен, андай ғой. Сен любой уақытта концерт қап кетеді. Бір күндік ақшамды істемейді де, төлемейді де, сол концерттен береді ақшамды. Анда бүткіл звезданың шашына укладка жасайсың, жүресің ғой анда, мәз болып. Сондай жұмыс ана. Сосын Алматыдан 3 точкасы бар да, ең ағызы 60 мастер жұмыс істейді ғой. 3 этаж сондай ғой. Мәссаған. Анда дейді енді, наращный ресница, маникюр, педикюр үшін бәрі бар ғой. Сөйтіп, соған 3-ші курста кірдім ғой үшін. Оған стажировкадан өтесің үшін, дайындаласың шама. Сөйтіп кірдім, қабылдағаннан кейін кеттік қой содан. Анда өздері оқытады, кішкене бір жерлерін ұнамай жүр ма, мысалы айтасың ғой, мысалы.
осындай жерден шамалым фейт шығару, фейт дейтін бар мысалы. Содан шамалым площадка шығаруға шамалым десең, сен арнайы мастерлер келгенде соған жібереді оқытуға. Сосын жарыстарға қатыстырады ана салон сені. Сөйтіп сол салоннан бастап уже анда салонда кішкене нормальный адамдар келеді, мен звездалар келеді. Сол жерден бастап сықтала бастадық. Уже звездалардың да шашын уже сенен де адамдар қалдыртатын бар енді үйренгенсің. Иә, сол жерде бірақ мықты мастерлер жұмыс істейді. Анда өзбегі бар, тәжігі бар, қарақалпақ бәрі бар анда. Мен де мықты мастерлар. Солардан опыт аласың. Сосын мен бір нем ол кезде шашқа деген желание дейтін бешеный ғой. Ол кезде. Мысалы Алматыда бір лофт дейтін не болды, салон болды. Иә. Анда дейтін 10 мың ол кезде. 2016-17-те ма 10 мың теңге стрижка ғой. Просто мен ішіне кіріп қарап кетуге бардым, анда ішін ғой. Іші дейтін енді жалтырап тұр ғой, жанып тұр. Сол кезде уже арман болған бар. Иә. Мен де осындай бір салон ашсам деген. Жоқ, мен андағы мастердің қалай алатыны қызық болды маған. Шашты ма? Шашты, иә, 10 мың теңгеге. Мәс, ол кезде енді. Мен сонда интерес қойды ол кезде. Иә. Ақшамды қимайсың бірақ 10 мың теңгеге алдыруға. Бірақ бір күні сол ақшамды қиып бардым. Ана кісінің техникасын қарайыншы деп, мастердің қалай қаяды екен деп. Анда деген Бахти дейтін бір жігіт бар. Инстаграмнан да звезда болып жүрді үшін. Шашты дейтін. Танитын сияқтымын. Танисың ба? Танитын сияқтымын. Сол істеді сонда. Соның техникасын қарауға үшін барып жұмысқа жұмысына барып, записке жазылып 2 күн бұрын. Суббота күні барып, есімде әйтеуір. Соған шаш қидырып, содан отырып техникасын қараймын, қалай қияды деген сияқты, соған үйреніп. Сосын тағы да бар, анда достық плазада мықты мастерлерге бар, сөйтіп жүрдім өзім андай ғой, аяқтай. Әркімнің бір техникасын қарап алып, сөйтіп аннан-мұннан құрауға мықты мастерлерден бүйтіп өзім қарап үйреніп алған түрім ғой осы. Бірақ арнайы оқыған жоқпын. Ешкімнен барып оқыған жоқпын. Енді Ернұр, сосын ауылға қай жылдар келдің? Ауылға 2019-да келдім. 2019-да келдің. Ауылға келгесін салон арендование істедің бе өзің? 2019-да келдім де, басында мына салон жоқ енді. Иә. Адамдардың үйіне барып келіп жүрдім. Ауылда ғой, біршама адамның үйіне барып шықтым мен. Иә. Ол кезде сен Алматыдан келіп жатыр деп андай айтып шақырады ғой. Мықты қияды деп. Бірақ енді салон жоқ, бір жақсысы бүткіл адам үйін жаттап алдым қандай екен. Енді неше түрлі семья бар ғой. Иә. Бала шағасымен келеді мысалы, 7 адам шақырады сені. Барасың, шайын ішіп кетесің, сөйтіп танысып, араласып алдым шама адаммен. Иә. Сөйтіп танысып кетіп, содан кейін 2021-де ме екен, мен осы салон сатып алдым ғой. Бұны сатып алғанда енді бұл басында салон болған жоқ қой? Басында жоқ, салон болған жоқ. Бұл не болды? Бұл үй болды. Содан бастап үйден под бизнес жасау отты. Жасалып жатқан кезінде сатып алдым ғой. Оны айтам, 2020-да сатып алдым, 21 емес. 2020-ші сатып алдым. Содан өзім бастап кеттім ремонтты. Терезе ауыстырдым. Мына жерде есік болған жоқ, мына жер арка болды, сондай ғой. Жалпы мемлекеттің қолдауымен алдың ба бұл бизнесті? Басында сатып алған да жоқ. Өзің сатып алдың? Иә, өзім сатып алдым. Сосын өзім ашам деген настрой болды. Басында грантқа деген ой болған жоқ. Себебі одан кейінгі жылдан бастап шыққан сияқты грант жатыспасам. Содан Әділжан деген Доспай екеуміз бір қатыстық грантқа ғой. Бірінші жыл ұтылып қалдық. Бірақ енді ұтатын ой жоқ, просто қатысып кеттік қой. Екінші жылы енді дұрыс настроймен қатыстық, онда да ұтылып қалдық. Екінші жылы. Үшінші жылы барып қатысып отырып тұрмын ғой грантты. Үшінші жылы ұтқанда мен уже мына салонда уже бастап, ішін ремонттап істеп кеттім өзімнің қалтамнан ғой. Енді ана грантты ұтқаннан кейін гранттың ақшасы түспейінше өзі ақшаңнан ремонттамайсың ғой. Иә. Сосын бұл 2 жылдай пауза болып тұрып қалды ана гранттың ақшасы түспей қалды, 5 миллион ғой. Иә. Себебі шама грант ұтылып кетті де, ақша бөлінбей қалды ма, содан 2 жыл күтіп қалдық. 2 жыл пауза болып қалды бұл салон, бұны ремонтталмай сол ақшаны күтіп. Содан түсті, түскеннен кейін сол 5 миллион гранттың үкіметтің берген грантына үшін полный материалды алып, осы ішіндегі не бар, соның бәрін алдым ғой. Саған кәдімгідей үлкен қолдау болды ол да? Иә, конечно, ол деген дұрыс қолдау болды. Енді мына салонның дизайны кімнің идеясы?
салон дизайн өзімнің идеям. Өзім бірінші курс, екі курс бойы дизайнер мамандығын оқыдым ғой жалпы. Өзім жалпы осындайға жақынмын. Өте ерекше жалпы негізі. Үшін дизайн жасауға осындайға. Өте әдемі. Айтатын сол дизайнер жалдадым ба деп. Иә. Если что, жалдаған дизайнер бол. Қосымша дизайнер болып та жасай беремін дейсің ғой. Керемет. Жалпы енді адамдарға керек барлық жағдайды өте әдемі жасап қойған екенсің. Енді қызық болмаса жалпы прайс қалай сенде? Прайс жетіспей 2.500 плюс узор сурет бірдеңе салдыратын болса 3000 теңге болады. Взрослый 3000 теңге. Сосын бағанағы фейк дейтін стрижка бар ғой. Фейк деген қысқаша үшін нөлден жайлап ағарту ғой. Қарайту деген. 3D стрижка. Ол кішкене шұқыма жұмыс болғасын, ол 4000 теңге. Пеппер фейк айтады. Майт фаст фейк айта береді ғой соны. Соға шұқыма жұмыс болсын. А так стабильный 3000-нан. Себебі маған детский көп келеді. Көп енді бағана сурет салдыруға келеді. Узор салдыруға, сол үшін 3000 теңгеден аламын. Мен жаңғалада көбі сол сурет салатын мастер деп танып алған ғой, былай обычный кейбір клиенттер келеді де, мә сен үлкен кісілердің де шашын қиясың ба не деген сияқты айтады да маған. Сондай. Ұйықтап кеткен ба? Тыңдап отыр. Жалпы енді адамдардың көбіне дейтін келгеннен кейін енді сенде қалай живой очередь та или записпен аласың ба? Чисто записпен. Чисто записпен. Вообще живой очередь жоқ. Келіп күтіп отырған адамдарға да бірақ жағдай жасап қойған екенсің. Көріп тұрмыз. Бұл енді просто қарап отырып қалмасын деген бағытта ғой да? Жалпы мен өзім көбіне қырда боламын ғой, далада боламын ғой. Сол үшін запис қабылдаймын. Себебі клиент соған үйреткім келеді да, чисто маған тіке WhatsApp-қа жазғанда. Көбі үйренді. Себебі мен көбіне клиенттер келеді, живой очередь болатын болса, кетіп қалады да, жабық деп. Мен көбіне кешке келіп қоямын, кейде таңертең келемін, кешке дейін деген сияқты. Сол үшін біршама клиентті записке үйретіп алдым. Сол жақсы тып-тыныш, себебі клиент келеді, живой болса мына жерде топырлап кетеді, іште бардақ болып кетеді. Мен де өзім көп адам бүйтіп лишний жүрген жарата бермеймін да. Тып-тыныш бір клиентпен әңгіме салып, соның шашын кетсе, екінші клиент уақытылы келіп сөйтіп тұрса, күшті. Сондай записпен болған жақсы негізі. Бардақ болмайды. Әркім өз уақытында келеді. Ал андай нелер келе ма? Жас балдар үйретесіз ба? Оқыту жағы қалайсың да? Менде жас балдар көп оқыды ғой енді. Бірақ өзім мысалы оқытамын, маған жұмысқа тұрасың деп оқытамын. Но көбі оқиды, оқығаннан кейін енді көп клиенттер сене бермейді ғой. Өзім клиенттерімді беремін. 2000-нан қияды, 1000 теңгеден қияды деп бере беремін. Но бірақ отырып қалады да, мысалы целый день отырып қалады. Кейде бір тек қана 2000 теңге жасап кетеді. Сосын брат, болмайды, қалаға барайын. Маған бұл жағынан қалаға барғанда жақсы опыт жинап келгені. Сөйтіп қалаға кетеді, содан көбі келмей қалады ғой. Сол фастфудпен айналысып кетеді, то басқа бірдеңемен айналысып кетеді, сондай ғой. Шошып қалады жайына. Бірақ біршама оқушы келіп, біршама сертификат алып оқитын оқып кетті. Бірақ именно Жаңғаладан аудан болғасын мастер табу қиын. Мысалы Жаңғалада санаулы 5-6 мастер бар ғой мысалы қазір. Нұрлыбек брат, Нұрберген, Арман деген сияқты. Оларды мысалы мұнда шақыра алмайсың, әркімнің өзінің жұмысы бар. Қалған мастерлар жоқ Жаңғаладан. Оны өзің дайындайсың, өзің дайындап отырғызасың. Ол любой мастер енді бірден клиент болмайды ғой. Бірден ол топырлап нормальный ақша тауып кетпейді ғой. Ол үшін сен отырып, қадалып, бір жерге клиент жинап, шаш қиып, сосын клиент жинау керексің ғой. Бірақ оған көп жастар шыдай алмайды да енді. Күн сайын 1000 теңге, 2000 теңге, 3000 теңге түспесін ол. Кетпеген шетпейді де басқа жұмыс іздеп кетеді. Сол шаштың бір бастамасы жаман да, клиент жиналып кетпейінше, қаражнайып жүресің деген сияқты. А так енді шаш қиятын адам дұрысынан настрой қойып, кәдімгідей шыдамды болмаса, шаштың өзі де шамалы адам сындырады ғой негізі. Жалпы өзің шашыңды кімге алдырасың? Өзім шашымды соңғы рет өзім алып тастадым. Оны артын айтпақшы, Дастан алып. Дастан бар ғой, Дастан. Сосын обычный Нұрбергенге Чакаға алдырамын. Чака екеуміз біріміздің шашымызды башына алып тастап жүре береміз ғой олда.
Жастарға не айтасың? Жалпы бұл салаға келгені жақсы ма? Или шама келсе басқа мамандық таңдаған жақсы ма? Бұл сала сокращение жоқ қой. Жұмыстан шығып кетесің дейтін понятие жоқ. Бір клиенттің 20 күн, 25 күн сайын айналып келіп тұрады сен артта. Главный качественный жұмыс жасау ғой бұл жерде болды. Комфортқа көп мән беретін сияқтысың. Қалай дейсің? Комфортқа көп мән беретін сияқтысың сен. Иә, сондай да. Иә. Біз енді жеке салоны бар адам енді сен мен Арман екеуің ғой. Қалғандар енді көбі арендада жүргендер ғой. Бірақ сен ана адамдарға кішкене жағдайды, комфорт жағынан өте әдемі істеп қойған екенсің. Жалпы клиент келгенде бір от души демалып кету керек қой. Басқа нәрселерін ұмытып, әңгімені соғып, от души басын шашқайғанда да массажын жасап так положим. Бір өзім мынандай болған. Сол бана Газиза дейтін салонда ғой. Ол кезде басында кірген жұмыс қойды. Анда камера толып тұр. Сосын сен мысалы клиент келіп тұрма, сен атында шақырады. Ернұр микрофонмен. Сонда бір клиенттің осылай шашын қидым да басын жудым. Сол кіргенде анам басын тез жуып тастадым ғой енді. Иә. Жуып тастап жібергенмін, артында ана клиент қабылдап болғаннан кейін мені шақырып тұр ғой администратор. Сен ана клиенттің басын өтірік жудың дейді маған жұмысқа кіргенде. Мен айтамын, бас жууға не өнер керек деген сияқты. Сосын анда администратор каталог берді ғой, мынаны қарады дұрыстап. Сөйтсем шаштың жуудың да өзінің бір тәсілі бар. Жоқ дегенде 2 минут жуу керексің, массажын жасау керексің, сондай да. Ол да бір клиентке бір приятно ғой, басын жуып, басын енді кейбір клиенттер түсінбейді, мысалы сен кейбір клиенттің басын бүйтіп от души сылап отырсың ғой, не істеп отыр дейді да, бір клиенттің өзінің ыңғайына қарап істейсің. Сен жақсы көретін клиент болса істеп бересің. Сен нелерің бар еді ғой, сенің массажларың бар еді, соны істеп берші десе. Сондай да. Жалпы енді әр адамда енді әртүрлі мінезі болады ғой. Ұнатпай қалған клиенттерің болды ма? Өзінің шашына өзі көңіл толмай қалғандар. Болады ғой ондай. Ана байқамай білдіріп алу деген қызықты оқиғалар басынан өткен жоқ па? Ондай болады, бірақ енді мастер дейтін өзінің косягын өзі жауып, тек қана оны өзі білу керек қой болды. Клиентке де айтпайсың, ондай махинациялар болады. Но бірақ сен өзің аккуратно әдемі жауып кету керексің да, білдіртпей. Ондайлар болады. Любой мастерде болады ондай. Жалпы шаштан бөлек тағы немен айналысасың? Өзің жеке қожалығың бар ғой, иә? Қожалығым дегенде әкемнен қалған мұра ғой. Иә. Барлығына үлгересің. Сен көбіне негізі шашты кешке қарай запись алатын сияқтысың, иә? Иә. Кейде мысалы 2 күн қимай қалам шашты. 2 күнге клиент жиналып болады, келіп бір қиып кетемін. Кейде ауылда оқып болсам күн сайын қиямын. Әртүрлі менде. Арнайы определенный график жоқ. Таңертең кешке дейін қиямын деген. Обычный кешке қиямын, мысалы бүгін сияқты ғой. Таңертең кетесің. Сосын кешке келесің, осында келген уақытта уже клиент қабылдап бастайсың. Конкурстарға, жарыстарға қатысып жүресің ба? Қазір ондайға көп көңіл бөліп жүрген жоқпын. Мен бұл соңғы рет осыдан 2 жыл бұрын бір оқушы дайындағанда сонда настрой қойғам, онымен курсқа кетіп қалдық, курс оқуға, сол оқушымыз екеуміз. Бірге апарым, Арай Төлеген деген мастер бар. Соны оқытсын, қарасын деп қой, соның техникаларын. Так арнайы жарыстарға барған жоқпыз соңғы уақытта. Мен соңғы рет Алматыда студент болғанда қатыстым жарысқа. Но бірақ қатысқанда ана жерде өзімнің ученик екенін түсіндім ғой. Әлі мастер емес екенін түсіндім ол кезде. Ол кезде біздер фейк шығарумен, сондаймен өзімізше мықты мастерміз деп барсақ, ана жерде деген неше түрлі мастерлер бар екен. Бірақ бір сол да бір мотивация болып кетті сол кезде. Мен осындай болсам ғой, осындай мастер болсам ғой. Бірақ орын алған жоқпын. Жалпы саған келіп оқимыз деген жастар болса, тоже сен де енді платный оқытасың ғой. Бесплатно? Платный. Платный оқытам, иә. Бесплатно? Қалай? Неше күн оқытасың? Қалайсың? Неше күн?
бір ай ровно бір ай уақыттан. бір ай. Кейбір клиент алып кетуіне байланысты кейбір клиент тіпті оқушының Күн сайын келе ме? бір айда келіп жүргендер болып тоқтамастан ғой. Біреулер бағана бастайды да қайтып келмей қалады. Өздері желание сетіп қалады. Ернұр енді шаш қиып атқан кезде, мысалы үшін осындай енді кез келген құралдармен жұмыс жасайсың ғой. Шаш алып атқан кезде қиындықтарға тап болған кездер болды ма? Қап, әттеген ай деген сияқты. Болды. Бір клиент келді енді, нормальный жігіт келді. Осы лезвиямен жұмыс жасап атқанда өзімнің қолымды кесіп алып, ана қан дейтін тамшылап кетті. Вот сонда ұялдым дұрысынан да, ыңғайсыз ғой енді клиенттің өзінше. Сосын сразу мына жерде перевязка жасап тастадым на месте. Бірақ сондай нюанс жағдайлар болып тұрады жалпы кейде. Ол болайын деп болмайды дейсің бірақ. Байқаусызда дейсің ғой. Сондай көбіне қол кесіп алу ғой мастер. Қолын кесіп алады, то қайшыға, то лезвиеге қанап кетеді деген сияқты. Айтады маған, баланың басына сурет салып бер дейді, но бірақ баласы жыбырлап отырмайды. Мен сурет салғанда обязательно апасына бір етіп басып шығамын ғой. Сол кезде бала бүйтіп басын қисайтып отырмайды ғой. Сол кезде кейде қанатып алатын кез болады. Еще ана қан дейтін әншейінде тоқтайтын, тоқтамайды ғой. Кетіп жатады, сүртесін ата-анасына көрсетпейсің, бүйтіп тығасың, мына жаққа барып қойып қоясың. Сондай кездер болған жалпы. Жалпы қадам бизнес жобасы аясында енді өзіңмен сұхбаттасып жатырмыз ғой. Сенің енді кез келген клиентпен шаш алғаныңды бір жағынан осы бағдарлама бойынша өзімді шашымды алып алдым. Өте әдемі, маған кәдімгі комфортный болып отырмын өзіме орын. Мына мысалы үшін шашып атқаның не? Паутина, воск сондай. Шашты ұстап тұру үшін ба? Шаштың объемын ұстап тұрады, сосын шаштан жақсы иіс шығып тұрады. Бір жақсы бұл майламайды. 2 күн, 48 сағат. 2 күндей мұңғыш. Жалпы енді кез келген клиентке өтеді. Бұл енді өзіңнің барный столың ба?Ошын өзімнің вайбым ғой мына жерге отыратын. Клиент болсын, болмасын, мысалға кешке келіп, отчет жазып, есебін шығарып, музыканы тыңдап қойып, дос-балдармен жиналып деген сияқты. Не обязательно андай шаш қиып, клиент қию емес, бұл хобби ғой. Өзімнің жан рахатын үшін жасалған нәрсе ғой бұл. Бір ақша табу мақсатында жасалған нәрсе емес. Көбі бағанағыдай сұрақ қояды ғой, неге постоянно ашпайсың, неге таңертең кешке дейін деп. Сол көбіне жауабым өзімнің жан рахатым үшін ашқан, өзімнің хоббиім үшін ашқан. Бір шаш қимасам тұра алмаймын ғой бір. Қиып тұру керек ол үшін, тоқтамау керек деген нәрсе сондай. Ернұр, енді уақытыңды бөлгеніңе рахмет. Бүгінгі енді керемет әңгімелесіп отырып, өзімді шашымды алып алдым бір жағынан. Енді ауылымыздың жастарының, белсенді жастарының бірісің. Осындай кәсіптеріңді әрмен қарай дамыта бергіңе тілекшіміз. Халықтың алғысына бөленіп жүре бер. Уақыт бөлген үшін көп рахмет. Құрметті көрермендер, кез келген уақытта өзіңнің кәсібіңді бастаудан қорықпа. Қадам бизнес ол өзіңнің болашағыңның бастауы. Бизнесіңді бүгіннен қалдырмай бастап кет.